Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Инновациялық технологиялар, халық сахналық биінде мәдениет қызметкерлеріне бүгін бізде тақырыбымыз именно халық сахналық би сабағын қалай ұйымдастырамыз, қандай комбинацияларды құрамыз, оны қалай құрамыз, қандай принциптерге сүйенуіміз керек деген осы орайда бүгін сіздермен әңгімелесетін боламыз. Енді бұл теориялық материалдардың барлығы сіздердің естеріңізге салу, бір жағынан барлығымыз балаларды оқытатын болғаннан кейін олардың денелерінің, қолдарының, аяқтарының, қалыптарының дұрыс қойылуын қамтамасыз ету. Себебі біз барлығымыз балалармен жұмыс жасаймыз. Егер олардың жаңа қол қалыптары, аяқ қалыптары дұрыс қойылмаса, әрі қарай жасаған жұмыстарыңыздың барлығы көрінбейді, иә. Сол үшін халық сахналық биінде бізде 7 қол қалпы бар. Ол қол қалыптарының өзіндік бір қалыптан екінші қалыпқа өтетін техникасы бар, иә. Бізде қазақ биінде басқаша, классикалық биде басқаша. Осы именно халық сахналық биінде сол өте үлкен назар аударғанды талап етеді. Себебі біз барлық қимылды жасағанда сол бір қалыптан екінші қалыпқа өтетін қимылдарды негізінен көп қолданамыз. Бірінші қалыпты ұстаған кезде классикалық биде бізде алақандарымыз өзімізге қарай қарап тұрса, халық сахналық биде олар жоғарыға қарап тұрады. Жоғарыға қарап тұрады, соңғы моментте ғана жабамыз. Екінші қалыптың өзінің не ерекшелігі бар. Шынтағымыз осылай төменге қарамау керек. Шынтақты ұстап тұрып, қолымызды былай бұрамыз, алақандарымыз жоғарыға қарайды. Сосын тұрмыс тіршілігі, олардың костюмдері қандай, музыкасы қандай, сол туралы түсініктері болуы қажет. Себебі неге қимылдарды олай жасап жатырмыз, неге татар биінде мына жерде ұстаймыз, қолды. Осының барлығын біз балаларға биді үйретпес бұрын түсіндіруіміз қажет. Сосын именно халық сахналық билерін қойған кезде бізде материал өте көп. Егер сол халықтардың билерін кішкене зерттеп, қарап, бізде қазір барлығы қолжетімді ютубтан, кітаптардан көретін болсаңыздар, сол халықтардың ойын түрлерін, қандай салт дәстүрлері бар, қандай именно детский ойындары бар, солардың барлығын алып осы билердің ішіне қоссаңыздар болады. Өйткені халық билерін сахналаған кезде, балаларға оны қойған кезде, енді қазақ биін олар күнде көріп, өзіміздің ол тарихымызға, тұрмысымыздан көрінетін нәрсе болғаннан кейін, олардың өздерінің қанында, мінезінде, бойында болғаннан кейін, қазақ биін қойған сіздерге де қатты қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Өйткені қазір уже соңғы жылдары қарағанда енді кішкене болса да ретке келіп келеді, именно қазақ биінен. Ал халық сахналық биі бізде әлі күнге дейін кішкене арта қалып келеді. Себебі басқа ұлттың биі болғаннан кейін біз ол ұлттардың қимылдарын да көп біле бермейміз. Екіншіден кішкене басқаша орындаймыз.
манерасында жетік меңгермейміз. Содан кейін ол жаңағы балаларда қатты көрінеді, иә. Осы жерде қазір барлық нәрсе доступно. Кішкене сол халықтың өзіндік ерекшелігіне, тұрмыс тіршілігіне кішкене назар аударып алып, балалармен сондай жұмыстар жүргізу керек. Одан кейін музыкалық материалды таңдағанда да музыкалық материал сіздің қоятын биіңізге сай болу керек. Сонымен қатар жаңағы стилизованный музыкаларда өзіңіздің халық биінің элементтеріне қолданбаймыз. Стилизация деген нәрсе қай кезде бізде өтеді? Стилизация, сіз современныйды жақсы меңгергенде, сосын жаңағы өзіңіз таңдап тұрған ұлттық биді жақсы меңгергенде, екеуін өзіңіздің жаңағы шығармашылық ізденістеріңіздің нәтижесінде байланыстырып, қимылдарды өңдеп жасаған кезде вот стилизованный музыкаға сондай стилизованный характерде би қоюға болады. Ал егер ананы да современный да жетік білмей тұрып, екеуін бір-біріне қосуға болмайды. Ә, біз жаңағы сахнада билеген кезде балалардың уже қандай хореограф қойды, жаңағы кәсіби деңгейде қойылған ба, даже егер сіз 2 апта баламен жұмыс жасасаңыз да, сахнаға шыққан кезде балалардың қолының дұрыс қойылғаны, қимылдардың дұрыс үйретілгені барлығы көрініп тұрады, иә. Сосын халық сахналық биінде қатты көп күрделі қимылдардың ала берудің қажеті жоқ. Себебі егер балалар сол қимылды жетік өздері меңгермеген болса, сіздердің жұмыстарыңыз көрінбей қалады. Себебі халық сахналық биінде сол халықтың мәнерін беру үшін алдымен сол музыканы тыңдауға үйретеміз, иә, балаларды. Ең бірінші балалар көңілді, сол не үшін билеп атқанын білу керек, неге ол қимылды именно осылай жасап атқанын білу керек. Содан кейін хореографиялық композицияларында өзінің кіріспесі, әрі қарай дамуы, шарықты финал деген сияқты өзінің кезеңдері бар, иә. Бәрі бір-бірімен байланысып, сол хореографиялық композицияны аша білу керек. Әрі қарай постановкаларды қойған кезде атрибуттарды қолдануға тырысамыз. Өйткені атрибутпен шыққанның өзі ол балаларға қызықты. Сосын көрермендерге де атрибутпен жұмыс, иә, оңай емес. Бір жерде құлап қалады, бір жерде балалар жаңағы бала болғаннан кейін енді әртүрлі жағдайлар болады, иә, ойнап кетеді деген сияқты сол немен. Бірақ олардың жаңағы қиын қимылдарды отрабатывать еткеннен көрі именно жаңағы атрибутты ұстап, аяқтың, қолдың қимылдарын кішкене жеңілдеткен жалпы хореографиялық қойылымдарды қойғанда ыңғайлы. Әрі қарай халық сахналық биінің сабағы. Халық сахналық бидің сабағын біз поклоннан, иә, бастаймыз. Поклонды да сразу қолды, басты бәрін қосып келісімен үйретпейміз. Себебі балалар поклонның не екенін өздері түсіну керек. Поклон дегеніміз ол біріншіден өзімізге деген, иә, құрмет. Екіншіден көрерменге деген құрмет. Концертмейстерге, сабақтағы оқытушыға деген құрмет. Сол жерде прямо поклон жай ғана поклон болып істелмеу керек. Поклон ол прямо адамның ішкі жан дүниесімен, өзінің жаңағы тұруының өзі балалардың, денелерімізді тіктеп, иә, асқазанның үстінде сабақты бастауға құштар болып, солай ең алдымен тұрып үйрену керек. Одан кейін барып, жүріп, тұрып, поклон жасап үйренгеннен кейін біртіндеп қолды қоса берсек болады. Так, әрі қарай комбинациялар. Сабақтың барысында комбинацияларды қалай бөлеміз?
оқу комбинациясы, сосын би этюдтары деп бөлеміз, иә. Станок жанындағы экзерсис аламыз, зал ортасындағы экзерсисті аламыз. Одан кейін ам, диагональ бойынша айналмаларды, шагтарды, барлығын диагональ бойында үйретсек болады. Ең бірінші бізде отырулар қимылы. Қазір станок жанындағы экзерсистен бастайық. Енді менде барлық жаттығулар жазылған бар еді, бірақ қазір ойната алмай қойдым. Бар материалдарды көрсетемін. Осылай сіздерге ыңғайлырақ болатын шығар, иә? Қазір менің көрсеткенмен басым көрінеді, қолым көрінеді деген сияқты, аяғым көрінбейді деген сияқты. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрасаңыздар, қайтадан көрсетіп беремін. Мынау бізде станок жанындағы экзерсис отырулар. Әртүрлі халықтардың мәнерінде қоя берсек болады. Тек бұл лирический, иә, болу керек. Медленный, қыздардың характерінде. Одан кейін именно бүкіл денемізді қыздыруға бағытталу керек бұл жаттығу. Орыс халқының. Оларға сразу отыруда. Жалпы сабақтың құрылымы, комбинациялар бәрі, мен қазір мысалға сіздерге былай жасаңыздар деп айта алмаймын. Өйткені әркімнің өзінің жұмыс жасап жатқан, қалай дейді, удобствосы, жағдайы қалай, иә. Біреулерде мысалға концертмейстер бар, біреулерде концертмейстер жоқ деген сияқты. Біреулер жалпы негізі балалар сіздерге сабаққа демалуға, көңіл көтеруге келеді. Сол үшін именно сабақта жақсы сондай атмосфераны қалыптастыруға тырысуымыз керек. Біз көбінесе жаңағы не қыламыз ғой, чистить етуім керек, үлгеруім керек, конкурсқа үлгеруім керек деп бәрін өзімізге көп нагрузканы алып аламыз. Сосын балаларға айғайлаймыз. Действительно, егер хореограф дауысын қатты шығарып сөйлемесе, залда ешкім тыңдамайды. Біз өзіміз солай үйренгенбіз, өзіміз солай дағдыланғанбыз, иә. Өйткені концертмейстер ойнап жатады, біз замечание айтамыз. Қолыңды көтер, жаңағы андағының артынан жүр, бірдей жаса, қара деген сияқты. Бірақ сырттан келген адам оны түсінбеуі мүмкін. Ата-аналар түсінбей қалуы мүмкін бірінші кезекте. Қастарыңыздағы әріптестеріңіз түсінбей қалуы мүмкін. Сол үшін всегда дауыстарыңыз жаңағындай приятный, балаларға жаңағы тек қана жақсы көріп ұрысып жатқандарыңыз білініп тұру керек дауыстан. Так, әрі қарай бұл неден шығып кетті? Сол сіздердің алдарыңыздағы балалардың деңгейіне қарай деп. Деңгейіне қарай сіздер комбинация қоясыздар. Мынаны өтуім керек, ананы өтуім керек деп мысалға олай алдыға жүрудің қажеті жоқ. Өйткені сахнаға шыққан кезде именно билерден көргенімізде уже көрінеді
хореографтың алдыға кетіп бара жатқаны, балдардың ол нәрселермен жасай алмай жатқаны, иә, сіздердің берген қимылдарыңыздың бәрі, сосын қимылдардың барлығы бір бірін толықтыру керек, бір бірінен шығу керек ары қарай. Просто алып жаңағы бәрін бір біріне қосып сочинять етпейміз, иә, учебный комбинацияны да, жаңағы не дейді, билерімізді де, мысалға бір жерінде қатты нагрузка болса, келесі жерінде можно просто в позе встать и работать плечиками, головой, да, просто в паре встать, показать там какую-нибудь позу, просто сели красиво. Когда анау балалар бәрін бірдей әдемілеп жасаған кезде, любой простой движение жақсы көрінеді. Сосын ә, нені бағалайды көріп отырған көрермен, сол балаларға сол қойылым хореографиялық би ұнап тұр ма, олар от души билеп жүр ма, именно соны қалыптастыру керек та. Ол үшін жаңа айтып кеткенге, именно класста жақсы атмосфера қалыптастыру керек. Өйткені уже балалардың түрінен көрініп тұрады. Билеуге не үшін келеді балалар? Билеуге сабақтан демалу үшін келеді, иә. Ата-аналар көбіне заставить етеді олардың физикалық нагрузкалары болсын деп. Біз сол ата-анасы алып келген балаларды, алыстан келеді, иә, көбінесе. Соның барлығын уақыттарын, мысалға 1 сағат уақыт болса, соған бар білімімізді беруге, прямо шынайы, иә, жақсылап үйретуге, пока балалардың аяғын ұстап, бүйтіп түзетпегенше, олар көбінесе түсінбейді. Жалпы хореографияның өзі, ол сол профессияның өзі универсальный. Ол адам не костюмді жақсылап тіктіру керек, дизайнын еще ойлап табу керек, и музыкасын жақсы таңдау керек, иә. Былай қарап тұрсаңыз, хореографтан үлкен эстетикалық талғамды талап етеді. Бұның барлығы сіздер жаңағы балаларды конкурсқа шығарған кезде сахнадан көрінеді. Егер даже ата-аналар байқамаса да, сіздердің жаңа баланың қолын қалай қойдыңыздар, аяқтың қалпын қалай қойдыңыздар, я, ол өте күрделі, ең жаңағы, былай айтқанда, сол кезеңнен өте алмай балалардың көбісі хореографияны тастап кетіп жатады, иә. Өйткені олар аяғын бірінші позицияда көп тұруды, қолдарын екінші позицияда ұстап тұрғанды, соны сол процесстен өте алмай жатады. Сол кезде көптеген жақсы, әрі қарай жаңағы жақсы билей алады деген балалар көбінесе сол кезеңде кетіп қалып жатады. Сол үшін именно сол кезеңді скучный қылмай, жақсылап, қызықты етіп ұйымдастыруымыз керек. Үй тапсырмаларын беріп, иә. Қазір көптеген мынандай интерактивті технологиялар бар. Өзіңіз жаңағы суретке түсіп позицияларды беріп, чтобы олар үйден тексеретіндей қылып, иә. Сол картинаның ішіне кіргенде именно қолдары басының үстінде тұратындай, шынтағы қарап тұратындай, вот сондай да нәрселерді ойлауға болады. Сосын көбінесе жақсы сапалы жұмыс балалардың ата-аналарымен, всегда сол ата-аналармен сөйлесу керек. Оларға постоянно хореографияның оңай емес екенін, ол жерде музыканы тыңдау керек екенін, еще жан-жағымызға қарап үлгеру керек екенімізді, соның барлығын әрдайым айтып түсіндіріп отыруымыз керек. Өйткені бізде қандай ата-аналар, барлығы балаларының алдында тұрғанын не жақсы көреді. Барлығы жаңағы баласының сабаққа келмесе де билегенін айтады кейде. Вот сондай ситуациялардың барлығını біз өзіміздің жаңағы кәсіби біліміміз арқылы, өзіміздің жаңағы тың идеяларымыз арқылы шығуымыз керек. Ол үшін
іздену керекпіз. Қазір барлық нәрсе доступный. Жаңағы тикток дейсіз ба, тренд дейсіз ба, бірақ прям слишком сол трендті қуып кетудің қажеті жоқ, бірақ где-то вот где-то что-то алуға болады, иә. Енді әрі қарай оқу комбинациялары бізде жеңілден күрделіге қарай қимылды бір немесе екі рет қайтадан қайталау арқылы құрылады. Сосын бұл жерде біз, бұл енді сыныпта ғой, тоже ары қарай жаңағы сахнаға қоятын комбинациямызбен ам, сахнаға қоятын комбинациямызбен байланыстыруымыз керек. Станок жанындағы экзерсисті де, зал ортасындағы да экзерсисті де сіз егер жаңағы татар халық биін қояйын деп жатсаңыз, жаймендеп сол халықтың биінің элементтерін, қолдың қалпын, барлығын жаймендеп үйренуіміз керек. Сосын қолын, аяқтың позицияларын, манерасын беріп алғаннан кейін ары қарай биді үйретіп бастаймыз, иә. Сол жерден простой элементтерді қалай көрнекілік жағынан көрсету керек екен, соған тырысу керекпіз. Жай ғана қимылдар кейде дұрыс орындаған кезде сондай әдемі көрінеді. Бала орындаса да, үлкен кісі орындаса да, иә. Сол үшін сол эстетикаға, кішкентай нәтижеге көп нәрсені беріп, ешқандай нәтиже болмағаннан, именно ең үлкен момент сол балалардың қол аяғын, корпусын қою. Одан кейін қазір мәнерін беру сол халықтың деген кішкене именно проблема бізде. Өйткені балалар өздерінің не билеп жүргенін өздері түсінбейді. Тек қана жаңағы өзбек билерінде ғана кішкене сондай зажигать етіп, енді ол да музыкаға ғана сондай активный болып тұрады. Негізі именно қимылдардағы манерасын беруге үйретуіміз. Испан, сыған билерін көріп жатамыз, иә, конкурстардан. Балалар ол билерді түсінбейді. Сосын ол билердегі негізгі қимылдар өте күрделі. Оның характерін түсінбейді именно испан халық биінің балалар. Оның өзіндік ішкі философиясы бар, иә, испан халық билерінің, если тарихын оқып кішкене қызығушылық танытатын болсаңыздар, ол балалардың психологиясына, жалпы олардың өздерінің жас ерекшеліктеріне сәйкес келмейді. Зал ортасындағы экзерсисте біз әрбір халықтардың, халық сахналық биінде бізде академиялық және халық би бөлімі болып екіге бөлінеді. В основном жаңағы училищеден басқа жерлердің барлығы біз тек қана халық би бөлімін аламыз, халық сахналық би бөлімін аламыз. Бұл жалпы барлық халықтардың биін балаларға үйрету ол міндетті емес. Главный өзіміздің жаңағы білетін білімімізден, қаншалықты өзіміздің меңгерген ұлтымыздан, содан бастаймыз және соны дұрыс беруге тырысамыз. Өйткені балалар дұрыс емес үйреніп алса, кейін оларды дұрыстау өте қиын болады. Кейін тура сол өзгермей сол қалыптарында билеп кетеді көбінесе. Так, қазір бір зал ортасынан этюд көрсетемін. Мына жерде жаңағы нелер, видео түсірген кісілер монтаж жасаған, сол үшін кішкене не музыкальный, иә.
оған назар аудармаңыздар. Монтаж жасаған кезде ана дұрыс емес жерінен не істеген да, өшірген. Сені ұсынамыз. Ең бірінші жаттығу. Ең алдымен біз осындай. Так. Вот по балатея қазір көрдіңіздер, соскоктар көрдіңіздер. Сол қимылдарды жаңағы жерде енді ол студенттерге арналған жай сабақ процесі, жалпы балаларға именно выворотный емес, по первой прямой, иә, подскок, 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 вышли. Потом әрі қарай тоже именно классиканың элементтерін қолданбай, әрі қарай жаңағы невыворотно тура қалыптарда орындалатын қимылдарды қойсақ та болады, иә. Енді залдың ортасындағы элементтерді қазір біз станок жанындағы экзерсиспен байланыстырамыз. Бірінші жаңағы көрген отырулар, иә, станок жанындағы отырулар. Мысалға, станок жанындағы экзерсис ол бізге не үшін керек? Оны біз алмай ақ қойсақ та болады, иә. Бірақ егер сіздерде классикалық би сабағы болмайтын болса, міндетті түрде станок жанындағы экзерсис алыну керек. Себебі ол аяғымызды, қолымызды, денемізді былайша айтқанда тәрбиелейді сахнаға. Сол жерде біз күрделі қимылдарды үйренеміз. Сол жерде біз координацияны үйренеміз. Сол жерде біз қай бұлшық еттің қалай жұмыс жасау керек екендігін үйренеміз. Аяғын ұшын қалай тазалап тарту керек екен, иә, дұрыс тарту керек екен. Соның барлығын біз станок жанында үйретеміз. Иә, ол өте тоже балалардың ішін пыстыратын болуы мүмкін. Бірақ біз ол жерге халық сахналық биіндегі бір-екі өзіңіз алайын деп жүрген жаңағы би қояйын деп жүрген народностьтан бір-екі жеңіл қимылдарды алып ол жерге қосамыз, иә. Сол кезде біз бір жағынан сол халықтың биінің мәнерін беріп үйретеміз. Бір жағынан жаңағы аяқтағы жүктемені азайтамыз. Кешке дейін тұрып жт жасатпаймыз ғой, иә. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, пады, баск, пады, баск. Поворот үйреткен болсақ, поворот келеміз, болмаса аяғымызды ашып, қайтадан кішкентай лақтыруларды жасап, әрі қарай сол аяқтан жалғастырсақ болады, иә. Сонымен қатар станок жанындағы экзерсис, бұл жерде халық сахналық биінде, мысалға классикалық биде деми-плие, гран-плие ғана болса, бізде халық сахналық биінде шапшаң отырулар, жай отырулар, тура қалыптағы отырулар, осындай жаңағы түрлерін кездестіреміз. Сонымен қатар тоже проблема, корпус деген вообще жұмыс істемейді қазір бізде балаларда. Өйткені қазір уже басқа уақыт, иә, бәрі телефонда отырады деген сияқты. Балалар бізде қазір көбінесе сондай неподвижный болып бара жатыр. И осы жерде біздің хореографтардың рөлі, наоборот, 2 есеге артады. Но біз өзіміздің хореографияны бірақ жақсылап насихаттауымыз керек. Себебі көп адамдар ойлайды, ол келді, жай ғана биледі, и
кетті деп, иә. А біз сол сабақтың процесінде не істейміз? И музыканы дұрыстап подбирать етуіміз керек, и балалармен дұрыстап жұмыс жасап үйренуіміз керек, и оларды конкурсқа шығарып үлгеріп жатамыз, иә. Мысалға математикаға бала барған кезде ешкім бір сабаққа, екі сабаққа келіп математик жаңағы бар есептерді жақсы шығарып кетсін деп уже ойламайды. А хореографияға келген кезде уже бір аптадан кейін біздің деңгейіміз қалай, біз жақсы биледік па деп солай сұрайды. Сонда сол ата аналарға да жақсылап түсіндіріп, қазір мынау соцсеттерде, иә, жақсы көп хореографтар жақсы соны активно жүргізеді. Бірақ көбінесе көбіміз біз жақсы қолданбаймыз, себебі біз не істейміз? Сол жерде пост жазып 2 сағат отырғаннан ана баланың аяғын дұрыстайын, қолын дұрыстап қояйын, комбинация дұрыстап шығарайын, би шығарайын дейміз да, именно өзімізді популяризация жасауға уақытымыз болмай қалады. А қазір бірақ ата аналар сол соцсеттер арқылы сіздердің жұмыстарыңызды көреді. Сол жерде сабақтан үзінді жіберуге болады. Сол жерде жаңағы үй тапсырмасын беруге болады. Вот жариялап қойдым инстаграмда осы қимылды. Соны үйден қайталаңыздар. Или вот остановкаға дейін барамыз деп. Өйткені өзім де балалармен жұмыс жасағам, именно хореографияда қимылдарды жасау, аяқтың жаңағы шактарын үйрену, ол бізде оңай емес, иә. Ол постоянно заниматься еткенді требовать етеді. Сол үшін күнде олардың вот жаттауға, именно көзбен жаттап алғанын, қолмен, денелері, ана бұлшық еттері жаттап алуға, дағдыға кіру үшін олар ол қимылды күнде қайталаулары керек. Енді жаңа айтып кеттім, классикалық биде мысалға бізде станок жанындағы экзерсис тек қана өзінің определенный ғана қимылдарынан тұратын болса, бұл жерде біз ол қимылдарды дамытамыз. Халық сахналық биінде ол өзінің ерекшелігімен сипатталады, иә. Біз корпусты оған қоса аламыз. Мысалға, өкшені кері қарай тартамыз, аяқтың ұшын қойып ковырялочка жасаймыз деген сияқты. Әрі қарай отырулар жаттығуынан кейін бізде аяқтың табаны мен еденде сырғу жаттығуы. Бұл жаттығу мысалы бір тіреуіш аяқтың өкшесін көтеру арқылы жасалады. 1, 2, 3, 4. Осы кезде бізде балалар былайынан качаться етіп бастайды, иә. Сол үшін ең бірінші вот 2 қолмен тұрғызып, именно беліміздегі кететін салмақты қалай ұстау керек екендігін үйретуіміз қажет. Сонымен қатар әрі қарай сол жаңағы едене сырғу жаттығуын жалғастыратын болсақ, әртүрлі түрлері бар. Ашамыз, өкшеге қоямыз, қайтадан жабамыз. Жанына да, иә. Бірақ осы жерде өкшеге былайынан үстінен әкеп қоймаймыз. Тізені бүгіп, солай жасауға болмайды. Алдыға ашамыз, барлық аяқты тартып барып, сол ұшы тұрған жерге өкшені қою керек табанның. Осындай өзінің қимылдарды үйретудің әдістемесі бар. Бұлардың барлығы бір қарағанда жаңағы көзге көрінбеуі мүмкін, бірақ ол өте үлкен қателік, өйткені баланың сіз дамыту керекті бұлшық еттері дамымай қалады, иә. Сосын корпусты қойғанда да көбінесе конкурстарда вот қарасақ, бәрі былайынан артқа қарай шалқайып жасайды қимылдарды. Өйткені біз ана спину держите деп айтқан кезде, олар автоматически солай артқа қарай кетеді. Негізі корпус қимылдарды дұрыс жасау үшін корпус кішкене алдыға болу керек. Кішкене алдыға, вот асқазанның үстіне қарай тұрамыз. Сол кезде ертең айналу қимылдарын үйретсеңіздер де, жалпы координацияға өте пайдалы, иә. Сосын станок жанындағы экзерсистерді жасатқан кезде белге салмақ салмаймыз. Барлығы сол белімізден басталатын болғаннан кейін корпусты жақсылап тартып тұрып әрі қарай қимылдарды орындаймыз.
Ә, тағы да жаңағы аяқпен еденде сырғудың көптеген түрлері бар, но бірақ именно жаңағы бізде балаларға өкшенің қырына өту, одан кейін тіреуіш аяқтың өкшесінің жұмыс істеуі арқылы осы екі түрін алсаңыздар болады. Одан кейін кіші лақтырулар. Кіші лақтыруларды қалай айтамыз? Аяқты бір нүктеге шапшаң батман тандю арқылы лақтырамыз, иә? 45 градусқа, 65 градусқа, 25 градусқа. Қалай жаңағы градус кішірейген сайын оның техникасы дамиды. Батман тандюдағыдай аяқтың тіреуіш аяқтың өкшесінің жұмыс жасауымен жасаймыз. Одан кейін егер жаңағы балалардың жақсы бұлшықеттері дамып, әрі қарай результатқа жұмыс жасап жатқан болса, отырулар арқылы аяқтың тіреуіш аяқтың жұмыс жасауын қосу арқылы жасасақ болады. Әрі қарай бізде біз осы қимылдан кейін өкше қырына қоюға арналған жаттығуларды алсақ болады, немесе еденде аяқтың табанымен шеңбер сызу деген жаттығуды алсақ болады. Так, әрі қарай қазір мына жерде кішкене балаларға арналған этюд, иә? Менде мынандай онлайн сабақтар болған. Сол сабақтардан енді кішкене үзінді. Тоже видеографтар өздері монтаж жасаған и керек емес жерлерінен қиып тастаған жерлері бар. Хореография өнері саласында ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізгенде әрбір би түрін бөлек-бөлек қарастырамыз. Мысалы, татар халық биінің өзіндік элементтерін қарастыруда біз сол халықтың салт-дәстүріне, фольклорына, музыкасына, костюміне көңіл бөлеміз. Ең алдымен билерді, әрбір халықтың билерін қарастыруда қолдың, аяқтың қалыптарын үйренеміз. Мысалы, бірінші қолдың қалпы ол белдемшені ұстау арқылы бірінші қол қалпының деңгейінде жасалынады. Бірінші қосымша қалыптың деңгейінде жасалады. Қосымша қол қалыптары, жоғарыда қосымша қол қалпы, өзімізге қарай ұстаймыз алақанды, жоғарыда қосымша қол қалпы, өзімізге қарай ұстаймыз алақанды. Ал аяқтың қалыптарының барлығы халық сахналық биінің негізінде алынады. Келесі ол бізде татар халық биіндегі жүріс түрі. Татар халық биі ол өзінің энергиялығымен, сонымен қатар серпімділігімен, көңілділігімен ерекшеленеді. Осы жерде жүріс түрі де тез және ырғақты орындалады. Алдыға жіті қимылын орындау арқылы және бір деңгейде отыру арқылы жасаймыз. Қане бір, қане екі, қане бір, қане екі, қане бір, қане екі, қане бір, қане екі. Келесі қимыл бізде бұрма. Қане бір, қане екі, қане бір, қане екі, қане бір, қане екі, қане бір, қане екі. Келесі қимыл бізде гармошка. Гармошка қимылында аяқтың ұшымен өкшеміз бірге байланысуы керек. Қане бір, қане екі, қане бір, қане екі, қане бір, қане екі, қане бір, қане екі. Келесі қимыл бізде шалыстыру қимылы. Отырып, аяқты жанға ашып және артқы аяқты күдікеге жасау арқылы орындалады. Қане бір, қане екі, қане бір, қане екі, қане бір, қане екі, қане бір, қане екі.
жаттығуларды қарастырамыз. Өкше қырына қоюға арналған жаттығуларда дайындалу барысында қане бір, қане екі аяғымыз, тіреуіш аяғымыз жатық башпайға көтеріледі, екі аяққа жартылай отырамыз. Денеміз тік, бесінші нүктемізді өзімізге қарай тартамыз. Аяқты өзімізден кейін қарай тарту арқылы және өзімізге қарай тарту арқылы орындалады. Бірінші түрінде қане бір, қане екі, қане бір, қане екі, қане бір, қане екі, қане бір, қане екі. Екінші түрінде аяқты өзімізге кері қарай тарту арқылы жасаймыз. Қане бір, қане екі, қане бір, қане екі, қане бір, қане екі, қане бір, қане екі, қане бір, қане екі. Бұл кезде біз жаттығуды 45 градусқа орындадық. Енді әрі қарай біз осы жаттығуды 90 градуста орындауға болады. Жаттығуды орындаған кезде міндетті түрде жартылай отырамыз. Бұл қимыл бөксенің айналымдылығын, тізенің айналымдылығын, сонымен қатар табанның бұлшық еттерін қатайтады. Жаттығуды алдыға орындаған кезде басымыз жанына қарайды. Жанына орындаған кезде басымыз алдыға қарайды. Артқа орындаған кезде басымыз зал ортасына қарайды. Тура осы әдістемелік қағидалардың барлығын сақтай отырып, біз жаттығуды 90 градуста орындаймыз. Енді сіздердің назарларыңызға қамық биінің мәнерінде өкше қырына қоюға арналған жаттығуларды үйренуге арналған оқу комбинациясы. Осылайша біз станок жанындағы экзерсис Хореография өнерінің танымдық функциясы арқылы біз әрбір би қимылдары, қалыптары арқылы сол елдің мәдениетімен, салт дәстүрімен, тыныс тіршілігімен танысатын боламыз. Мысалы, қазақ биіндегі қыздардың ерекше қол қалыптарын қазір сіздермен талдаймыз. Кіші сыйлық, үлкен сыйлық, қос шынтақ, қызғалдақ, қызғалдақ, қос қол, кереге көз, білезік, үкі, тақия, шаңырақ, сыңар мүйіз, қошқар мүйіз, құс мойын, бота мойын, бота көз, ұялу, сәндену, әсем сәндену, домбыра, төменгі өрнек, жоғарғы өрнек, қыз қылығы, құс қанаты, гүл, айна, қамшы ұстау.
Мына соңғы бізде қазақ бейнен болды, иә. Бұл жерде жалпы қазір анықтамалықтың негізінде біздердің қолданып жүрген қолқалыптарының, ерекше қолқалыптарының атауы бар, иә. Жай енді бір жағынан еске түсіру мақсатында, бір жағынан осындай әдемі қолқалыптарымыз бар, тоже өздеріңіздің би қойылымдарыңызда қолдансаңыздар болады деген ұсыныспен көрсеттім. Енді құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ жоқ, рахмет, бәрі түсінікті. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Өте тамаша. Осындай онлайн сабақтарды хотя бы 3 айда бір өткізіп тұрса тамаша болатын еді. Негізі біз бәріміз залда жұмыс істеуге үйренгенбіз ғой. Мен мысалға кішкене не істеп қалыппын. Алдында карантинде осылай онлайн сабақ жүргізгенде прям үйреніп алғанбыз. Бүгін уже мына зумды да кішкене ұмытып, өзім қай жақтан видео қосатындарымды білмей. Жалпы, иә, бірақ негізі сіздер өздеріңізде камераны қосып, қайталап, солай отқандарыңыз дұрыс негізі. Өйткені айтып жатқан адамға да қызықсыз, иә, бәрінде черный экран тұрған. Сосын кішкене сапасы төмендейді курстардың. Сол, басқа сұрақтарыңыз бар ма? Сол басқа сұрақ болған кезде кешеде мен осы сұрақты қойып едім. Жетісу облысында, именно Жетісу облысында ғана ғой деймін, хореографтардың сағатын алып тастаған мектепте. Поэтому бізде жасөспірімдерде, енді бізде музыкальная школа бар, конечно, платные уроки ведем, но все равно мектеп қабырғасында болатын болса, бізде в основном қазір хореографияда қыз балалар билейді, ұлдың рөлінде қыз балалар билейді. Сондай жағынан қиыншылық туындап қалады. Содан кейін біз хореографтар қазір 1-2 сағатпен ғана музыкалкадан аламыз. Мектепте негізі ол үйірме ретінде міндетті түрде болу керек хореография. Сабақ ретінде, дене шынықтыру, музыка ретінде ол жоқ. Үйірме ретінде болу керек. Мен айтып отырғаным сол ғой, именно осы кружок жоқ мектепте. Болу керек. Оны ата-аналар барып айту керек, бірінші очередь. Қолға алу керек. Ата-аналар барып айтқан кезде жасайды. Сіз айтсаңыз жасамайды. Хореограф өзіне сағат іздеп жүрген деп ойлайды. Жалпы ол сізге сағат емес, жалпы балаларға керек нәрсе. Олардың дұрыс физикалық тұрғыдан дамуына, иә, кішкене музыканы тыңдап, жұмыс жасауларына деген сияқты. Сосын ол жабық сұрақта бізде басқа, мен, например, 19 жылы Алматыда болған кезде, Алматыда мектептерде бар именно хореография кружоктары. бар. Міне Жетісу облысында даже садиктарда жоқ қой, именно садиктар мен мектептерге воздух сияқты керек дүние ғой бұл хореография деген. Мен ондайды бірінші рет естіп тұрмын, алып тастаған дегенді. Өйткені бізде наоборот, студенттерді жіберіңіздерші, бізде осындай хореограф жоқ деп іздеп жатады постоянно. Ол Алматыда, Алматыда іздеп жатады. Ал енді мына осы именно Жетісу облысында енді осы вопростарды просто через родителей мы можем решать или как? Қазір бәрі доступно. ЕГУФта барасыздар, осындай бізде балаларымызға жаңағы хореография сабақтарын берулеріңізді сұраймыз деп айтсаңыздар, менің ойымша қояды орнына. Бұл негізі заңында өзі бір жерде атмен болса барлығына алып тастайтын еді. Алып тастап атқан жоқ, наоборот, қазір оны көбейтіп жатыр ғой. Егер қателеспесем, даму бала бірдеңе деген нелердің құрамы. Ал ол көп бірдеңесі жабылып қалды ғой солардың. Енді плавание, басқа түрлері бар. Спорт жағынан жақсы дамығанбыз, енді біз өзіміз Текелі қаласынанбыз да.
Енді именно осы хореографиясы сол арт спорттың жабылып қалды ғой бізде Текеліде. Оны жазу керек, барлық хореографтар жиналып айтатын, оның барлығы жаңағы балалардың денсаулығы ғой былай қарап тұрғанда. Мен Жазу сұрақ қойып ма? иә, обращение ретінде. Самал Бәкіровна, мен ерекше балалармен жұмыс жасаймын, би үйретемін да, менде особый балалар. Жылда фестиваль өтеді, бізде жылына 3 рет, 4 рет массовый, көбіне массовый би үйретемін да. Осы жолы сол қандай би үйретсем екен деп отырғаным фестивальдарда. Енді орын аламыз, гран-при алып жатырмыз. Енді бізде әртүрлі мүгедектігі бар жандар бар, аутистер бар, ЗПР, психический расстройствосымен, сосын опорно-двигательный жаңағы коляска деп отыратындар бар, билегісі келеді барлығы да. Сол постановкалар жыл сайын бір жаңа идеялар, бір қайдан тапсақ болады деп қоямын соны. Жаңа Патриоттық айттым, иә, жаңа айттым. Именно енді бағана айттым, балаларыңызға байланысты деп. Тем более ерекше балалар болса, олар күрделі қимылдарды мүлдем жасай алмайды. Сол үшін образға арналған билер, егер олар жаңағы образдарды танитын болса, образға арналған билер. Одан кейін бізде сюжетке арналған билер. Тоже жаңағы балық аулап жүреді. Егер Моисеевтің билерін көрген болсаңыз, вот эти палчики басында мынандай аулайтын несі бар. Сондай нәрселерді істей алады ғой. Жалпы сол актерский мастерство жағынан и оларға жеңіл, и сіздің өзіңізге оларды тем более сол үлкен көп күрделі қимылдармен загружать еткеннің қажеті жоқ. В основном сол сюжетке, образға, даже просто жаңағы киініп аю болып тұрғанның өзінде, аю киімінде тұрса да, соның өзі уже оларға үлкен хореография деп ойлаймын. Өте қиын тақырып негізі. Өйткені ондай балалармен барлық адам жұмыс жасай алмайды. Менің ойымша ондай балалармен өзінің инклюзивті деп айтатын сондай білімі болу керек, наверное, курстардан өтесіздер, иә, сондай? Иә, мен өзімнің, яғни балам ерекше, қызым бірақ моторика дамымаған, өте билей алмайды, бірақ билеймін деп жылайды да, сосын мен оны алдыға қоймай, әдемі билейтін алдыға арқаға жіберсем жылап, прям құлап қалады, сол жерде, сосын алдыға қоямын. Значит, соны егер бала соны жақсы көрсе, онда сонымен айналыстырған ол дұрыс нәрсе. Ештеңе қылмайды, алдына тұрса да ол главный жаңағы бидің жақсы болу емес, балалардың өзіне ұнау керек. И ол түрлерінен көрініп тұру керек. Просто жаңағы шляпаны киіп алып, ковбойскийде жүгіріп жүреді конкурстарда қарасаң. Сосын сахнада не обязательно жүгіруге, далада да жүгіре беруге болады. Сахнада именно эстетикалық талғам болу керек, именно образ болу керек. Бала кішкене болса да соны түсіну керек. Өйткені біз қазір бәріміз сол бір-бірімізбен сөйлеспейміз, сондай роботтар сияқты өмірге кетіп бара жатырмыз ғой. Сол үшін ол нәрсе өте маңызды. Даже мен қызды қойсаңыз, вот қолыңды бересің, как джентльмен. Сен қыз құсап қолыңды бересің деп, соның өзін үйреткеннің өзі уже сахнада көрінеді. Просто парные жұпты қолғалыптарын аласыздар, сосын сонымен жай ғана батман тандю арқылы жүріп шыққанның өзі уже сіздің кәсіби маман екеніңізді көрсетеді. Біз постоянно усложнять еткен сайын өзіміздің қойған жұмысымыз көрінбей қалады. Иә, содан кейін если кішкене мен қосып кетсем, даже бар ғой жаңағы ерекше балалармен жұмыс жасаймын дейсіз ғой, коляскада отыратын мысалы. Енді оларға атрибуттар жаңа ғана айтып жатыр ғой, сол атрибуттармен бір қолына көк, бір қолына бір қызыл, содан кейін бір музыка болған кезде 8 тактыға 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 қызылдарын көрсетеді. Содан кейін екіншісін қызыл таяқтарын жаңағы флажоктарын ба бірдеңелерін гүлдерін ба қоя салады да қайтадан екінші 8 тактыға көгін жасылын көрсетуге болады.
Содан рисунок шығаруларыңызға болады, өздеріне каждыйына сен санап отыр деп ше, олар санаған өзі оларға ерекше ғой. Иә, олар және бірақ жаттау қабілеттері жоқ, тек мен алдында көрсетіп тұрамын. Дирижер менен қайталайды. А так мен қолымды көрсетпей алсам сразу ұмытып қалады. Кейде олар Всё, жаңағы бітті. атрибутты зерттеп кетеді, иә, олар сонымен ойнап кететіндері бар. Иә, кететіндер бар. Қарағым. Сол Самал Бәкірова соны мен мысалы бағаламайды да, бізде маған айтады, одан да лучше шығар дейді. Мен айтамын, сіздер түсініңіздер, мендегі 25 бала мысалы, бәрі инвалидтер деймін да. Әртүрлі ауытқуы бар балалар, жылап шығып кетеді, құлап қалады, судорога, мен шақырып бүйтіп жүремін. Сонда да не да? Мақтамайды да, саған еще больше одно и то же движение повторяйте дейді ғой. Жаман күйіп кетемін. Қызыма бала держусь, қызым билеймін деген, оны ешкім билетпейді, өйткені қатты билей алмайды, сосын өзім ғана алып жүремін да. Жоқ, балалар зато біледі. Если олар даже ерекше балалар болса да, ол сіздің шынайы өзіңіздің ойыңызды, оларды жақсы көріп тұрғаныңызды, соларға нәтижеге жұмыс жасап жатқаныңызды балалар біледі. Сосын ол міндетті түрде бір жерде бағаланады бәрібір. Может, біз айтамыз ғой, мысалға біз жұмыс істеп жатқан жерімізде қаламыз, бастықтар келеді, кетеді деген сияқты. Сол үшін самый главный балалар, оған бола прям ренжудің қажеті жоқ, бірақ сондай кішкене идеяларды табу керек та. Әйтеуір мен білем, именно атрибутты мен сізге прилагать ете алмайтыным, олар сол атрибутты қарап, түсін қарап, ана көлемін қарап, солай кеткендерді мен көргенмін, иә. И сізге қарамай қояды. Сосын Қарамай қояды. жаңағы не, вниманиялар тез өзгереді. Өзгеріп кетеді. Сосын нелері, характерлер билеп жатыр, шығып кетеді. Иә. Мысалы, залда, сосын ана жылап коридорда отырады, оны алып келемін, барып сөйтіп жүргенде уақыт өтеді кәдімгі да. Үлкен жұмыс. Просто еще анандай бізде болған сондай практикалық сабақтар, успокоительный музыка қойып оларды успокаивать етеді. И оларды постоянно жақсы көру керек, оларға сол нәрсе жетіспейді негізі. Вот сипап, сылап, оларға сондай. Бірақ сіздің 25 балаңыз өте көп, олар 5 баладан аспау керек негізі топта. Оны айтам, мен айтам, маған положено, мен бастығым айтады, еще набирай, рекламировай дейді. Сосын мен айтам, ойбай, здрасте дедім, мен де дедім, 25 баламен, мен үйде еще инвалид баламен, өзім үйде баламен айналсам, еще мына жаққа маған ауыр, маған мысалы 8 баланы сіздерге шығарып берсем де мынау сол жетеді деймін да. Еще костюм өзім бәрін енді өзім алам, тігем, тіктірем, разный, чтобы жылда әйтеуір ерекше болсын дейсің да, ешкімнен қалмасын деп. Өздері ұмтылады, билегісі келіп, көздері жанып, бүйтіп қуанып тұрады. Балаларға өте көп идеялар көп. Просто костюмды не істеу керек. Сосын оларға егер билететін болсаңыз атрибутпен, алдын ала сол атрибутпен үйіне жіберіп, олар әбден сонымен ойнап, сосын соны жасайтындай болып келмесе, сразу сондай көптеген жаңағы ана бір ойыншықтар бар, жаңа кісі айтып жатыр ғой, свет жанатын сияқты. Сондайлармен болады. Енді олар үшін отырғызып, тұрғызып, қайта сондай нәрсе істеу енді кішкене қиынға түседі. Өйткені музыкаға ілеспейді ол. Қалып кетеді. Олар музыканы тыңдап білмейді да, енді барша рет тыңдайтын. А так, менің көрсетумен ғана істейді. Егер тоқтап қалсам, уже басқа. Соның өзін ол просто постоянно оған ашуланудың қажеті жоқ, өйткені адамдар хореограф емес қой. И түсінбейді оны. Сіздің жұмысыңызды түсінбейді. Сол үшін сабаққа шақыру керек, осы қалай жұмыс істеп жатыр, міне көріңіз деп рекламировать ету керек. Бірақ мен ойымша білуімше ол балаларды видеоға түсіруге де болмайды, по-моему, иә? Кейбір ата-аналар қарсы, иә, көрсетуге, иә. Видеоға түсіруге болмайды, өйткені біз бір видео жұмысын жүргізгенбіз, қалай именно олардың денсаулығына сол хореография әсер етеді деп. Маған айтады, сол кезде біз вам же доплата дейді да. Ну что дедім, доплата, енді үстіне солармен жұмыс жасағаныңа доплата же есть деп, бір кішкене қосқан ақшаларын. Прям совещаниеде бүкіл адамдардың көзінше айтады да. Мен айтам, білмеймін енді бұл несін кім былай бүйтіп айтып береді деймін ғой, инклюзия деген ол ауыр, необучаемые дети деймін да, солармен мен обучаю деп жатырмын да оларды. Түсінбейді. Оларға оңай.
Қазір біз енді бәр адамды оқытуға міндеттіміз. Сіз түгілі бізге келеді. Колледжден сондай құлағы естімейтін, сөйлемейтін қыздар келеді. Біз олар мұғалім болғысы келеді еще. Именно хореографиядан. Сондай қыздармен тоже жұмыс жасаймыз. Сіздер Алматы қаласында? Иә, Женпей. Таныстарыңыз, биге барам деп жүрген жақсы билейтін студенттеріңіз болса, жіберсеңіздер болады. Көбісі, иә, көп қыздар бар, хореография барғысы келеді. Мен өзім де тойға шығатын ансамбльде ашып алғанмын былай да. Тойларға шығып тұрамыз. Бишілерім бар да, былай кәдімгі. Иә, егер қосқысы келетін қыздар болса, жіберсеңіздер болады. Олар айтады, апай бізді сондай хореограф болғымыз келеді, негізі болашақта сондайға түскіміз келеді деп сұрайды да. Онда сол айтып не қылам ғой қыздарға, алла қаласа. Сол мен басқа уақыттарыңызды алып жатырмын. Рахмет. Сұрағым жоқ басқа, енді әлі алла қаласа былай номеріңізді алуға болады ғой да? Иә, Консультация сұрап. сіздер мына курстың барысында осы кісіден ала берсеңіздер болады. Жақсы, сәттілік сіздерге. Рахмет, көп. Сәттілік өзіңізге де. Сау болыңыздар. Рахмет. Сіз қай жақтансыз? Мен ба? Мхм. Қарағанды облысы. М, Қаласы. мхм. Жақсы. Бәріміз араласып жазайық. Мгм. Бір болайық десең. Опыт ауысып тұрамыз әйтеуір, иә? Осындай Қазақстан жақсы ғой. хореографта жоқсыздар ма сіздер? Ау? Қазақстан бойынша хореографтардың чаттары бар ғой, ол жерде жоқсыз ба? Жоқпыз. Жарайт. Мгм. Уважаемые коллеги, будем завершать. Уже кому-то пора спать, отдыхать. То ясно, вот. Дальнейшую информацию буду скидывать в группу. Мгм. Все, рахмет. Сау болыңыз. Сау. Сау.